Балалар, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Балалар, бірлік деген ол татулық, достық, ынтымақтастықты білдіреді. Біз 1 мамыр күні бірлік күнін тойлаймыз. Ол бірлік күні деген Қазақстан елінде көп ұлтты халықтар тұрады екен. Біздің қазақ халқының жерінде балалар 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады екен. Олар өзбек халқы, татар халқы, қырғыз халқы деген ұлттар тұрады екен. Балалар, біз қандай ұлтпыз? Қазақ. Біз қандай тілде сөйлейміз? Қазақ тілде сөйлейді екенбіз. Жәнегі тілдері бар екен, салт дәстүрлері бар екен. Біз осы барлық ұлттармен татулықта, бірлікте өмір сүріп жатырмыз. Балалар, кәнекей бірлік күніне жаттаған тақпағымыз. Достықты Балалар, біз сендермен бір ойын ойнап алайық. Ойынымыздың аты сиқырлы шар деп аталады. Мына шардың ішінде әртүрлі ұлттың суреті бейнеленген. Бірақ ол бізге қазір көрінбейді. Біз қазір мына жерде қылқаламды аламыз. Қолымызға қылқаламды алып, мына жерде майға ақырын қылқаламды басып, мына суретті былай бояп шығамыз. Бүйтіп бояған кезде міне әр ұлттың суреті бізге көріне бастайды. Көрдіңдер ма балалар міне? Қазір көресіңдер, бояйсыңдар сендер де осылай міне. Осылай бояп шыққан кезде міне көрінеді екен балалар. Бұл бізде сиқырлы шар деп аталады, иә? Міне. Көрдіңдер ма балалар? Көрінді ма? Ендеше осы ойынымызды жалғастырайық. Қане, 2 топқа бөлініп кеп тұра қалайық. Қане, келіңдер. Қазақ, орыс, өзбек пен қырғыз, украин бір көктем қол. Мен сендерді 3 топқа бөлдім, иә? Енді мына жерде 3 түрлі текше тұр. Қазір жылдам жарысып текшелерді құрастырамыз. Текшелерді құрастырған кезде текшелерден әр ұлттың